Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін сіздерге осындай етті пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді әрі қамыры жұмсақ болып шығатын пирог міндетті түрде жасап көріңіздер, әрі видеоның соңына дейін қараңыздар. Електен өткізген ұнымызға қантымызды, тұзымызды, әрі қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды осылай ұнымызға аунаттыра отырып, үккіштен өткіземіз. Үккіштен майымызды өткізіп алғаннан кейін, майымыз бен ұнымызды осылай біріктіреміз қолымызбен. Ары қарай ұнымызға қаймағымызды салып, қамырымызды илейміз. Енді қамырымызды алып салафанға салып, біраз уақытқа қойып қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындап алғанша. Тартылған етімізге ұсақтап туралған пиязымызды қосып, ұсақтап төртбүштеп туралған картопымызды қосып, дәміне қарай тұзымызды сеуіп, бұрышымызды сеуіп араластырамыз. Енді қамырымызды алып, екіге бөліп аламыз. Оқтауымызбенен жұқалап жаямыз. Қамырымыздың көлемін 30 см ғып жайып аламыз. Енді ортасына салмасын салып, бір келкі ғып тегістейміз. Кішкене ұнымызды сеуіп, екінші жаймамызды да бірінші жайған жаймамыз сияқты жайып аламыз. Екі жаймамыздың біріне бірін қойып алған соң, осылай шетінен біріктіріп түйеміз. Шаңышқының көмегіменен осылай әрлеп шықсаңыздар болады.
Жұмыртқамыздың сары уызына кішкене сүтімізді қосып, жақсылап араластырып, пирогымыздың бетіне жағамыз. Жүз 60-170 градуста ысып тұрған пешімізге 45-50 минутты пісіріп аламыз. Міне осындай өте әдемі, әрі жұмсақ, дәмді пирог пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің бүгінгі көрсеткен видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.